ВВП әр адам басына Қазақстанда 13,3 мың долларды құрады. Егер біз исторически қарайтын болсақ, Қазақстанда ВВП көрсеткіші дәл осындай шамамен 2013 жылы болды. Кейбір экономист кісілердің айтуы бойынша сол кезде Қазақстан, яғни 2020, мына жерде 2015 жыл бар мысалға. Мынау 2020 жыл. Осы 2013 жылы Қазақстан салыстырмалы түрде 2020-ға қарағанда байырақ болған. Егер ВВП мен есептейтін болсақ, сол кезде міне 13 мың доллар болды әр адам басына. Түркменстанда бұл көрсеткіш қазіргі жағдайда мысалға 7 мың доллар, Монғолияда 4 мың доллар деген секілді. Сосын мынадай статистика бар. Егер сол елде мына душу населения деген 10 мың доллардан аз болатын болса, ол ел былай кедей саналады, немесе өте кедей деуге болады, немесе кедей саналады. Қазіргі жағдайда бұл 13 мың доллар, бұл орташа көрсеткіш деп қарастыруға болады. Әрине бұл ВВП-ның осындай цифрларды сынайтын экономисттер бар, дегенмен басқа бір елдерді қарайтын болсақ, бұл кейбір дүниелерден біраз хабар береді. Бізде міне осындай карта бар. Мына қызыл болып тұрғандар, бұлар ВВП көрсеткіші төмен елдер. Қою болып тұрғандар, бұлар жоғары елдер. Мысалға Австралия, мынау ел бар, Франция ма қайсы, мынау Германия, және одан кейін Саудский Аравия бар, Катар, Араб Эмираты, және мына жерде бір ел бар. Бұл әрине өте таңғалдыратын дүние, себебі оңтүстік Латын Америкасында жалпы елдерінде экономика төмендеп негізі ойлайды көбі. Америкада жоғары, Қазақстан бұл жерде Ресей мен Қазақстан және кейбір елдердің ВВП көрсеткіші дәл осындай. Біздікі яғни ұқсас. Мына сары болып тұрғандар, бұлар бізден қарағанда әлдеқайда нашарлары. Сосын тағы бір назар аударатын дүние, мына жерде мысалға араб мемлекеттері бар. Кейбіреулер араб мемлекеттердің бәрі өте бай деп ойлайды. Окей, мына жерде Саудский Аравия бар, мына Катар, одан кейін Эмират бар, солар салыстырмалы түрде бай. Қасында мына бір мемлекетте чуть-чуть Қазақстаннан жоғарырақ тұр. Дегенмен қалған мемлекеттер міне ондай деңгейде емес.